Сәлеметсіңдер ме балалар? Дауыссыз дыбыстың түрлерін тез есте сақтап қалу үшін балалар бізге ең алдымен әліпбиді жатқа білуіміз керек. Ретімен жатқа білуіміз керек. Неге? Өйткені ұяң дауыссыз дыбыстар әліпбидің басында тұрады екен. Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З және әліпбидің соңындағы дауыссыз Х дыбысы бұл ұяң дауыссыз дыбыстар. Ал мынау айыру белгісі және жіңішкелік белгісі бұлар таңба, бұлар дыбыс бермейді. Ал енді үнмен келетін дауыссыз дыбыстар. Р, Л, Н, И, У дегендер бұлар үнмен келеді. Ал осы екеуінен басқа дауыссыз дыбыстың барлығы қатаң дауыссыз дыбыстар. Сондықтан балалар ең алдымен әліпбиді ретімен жатқа білсеңдер, Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З және соңғы Х әріпі және үнмен келетін Р, Л, Н, И, У үнмен келеді. Осы екеуін жақсылап жаттап алсаңдар, қалған дауыссыз дыбыстардың барлығы қатаң дауыссыз дыбыстар болады екен. Видео ұнаса, балалар лайк басуды ұмытпаңдар.